Ассаляму алейкум баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кезекті рецепт болады. Бұл жолы шоколадты бананды тортпен рецептімен бөлісім келіп тұр. Қысқаша айтқанда шоко банан деп те аталады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар және каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге ең алдымен керекті ингредиенттермен сіздермен таныстырайын. Бізге сүт, қант керек болады және мына жерде менде какао, разрыхлитель, сода және ұн барлығын араластырып қойдым. Бір банан, сұйық май, жұмыртқаның ағы және сарысы қажет болады. Мен 2 бисквит пісірдім, сондықтан бұл құрам тек бір бисквитке ғана. 2 бисквиттің құрамын мен төменде описание жазып кетемін, қыздар. Біз ең алдымен бананды блендермен езіп аламыз, немесе шаншқымен де езіп алуларыңызға болады. Пюре қылып, оған бөлме температурасындағы сүтті құйып, араластырып қойып қоямыз. Енді жұмыртқаның ағына шым-шым тұз салып, жаңағы миксердің жай жылдамдығымен араластыра бастаймыз. Осылай кішкене көпіре бастағанда 20 грамм қантымызды саламыз. Бұл масса қазір көтеріліп, аппақ болады. Жаңағы пышный көпірік болады, яғни көп соқпаймыз, тек формасын ұстағанда қоя саламыз, әйтпесе іртік болып кетуі мүмкін, немесе су болып кетуі мүмкін жұмыртқаларыңыз. Енді біз жұмыртқаның сары уызын соғамыз, үстіне жаңағы қант салып, осылай ақ болып көпіреді. Жаңағы бананды смесімізге шемшік май, яғни сұйық майды қосып, араластырып, жаңағы сары уызға соғып алған соған қосып тағы да миксерлейміз. Енді осы сары уызды массаға жаңағы дайындап қойған ұн, какао, разрыхлитель, сода електен өткізіп саламыз да тағы да миксерлейміз. Бізде шоколадты қамыр шығады. Неке осындай қамыр шықты. Енді манаға біз соғып алған белокты, ақуызды осы тестінің үстіне салып, аккуратно саламыз. Астынан үстіне қарай жайлап араластырамыз. Белоктарыңыз отырып қалмасын, үстінен көп баспай араластырамыз. Астынан үстіне қарай. Неке барлығы араласқанда тек қоя саламыз, көп араластырудың қажеті жоқ. Менде 18 диаметрлі форма, осыған тестімізді құямыз. Кішкене бір келкетіп соғып аламыз да, духовкада пісіріп аламыз. 180 градуста 30 минуттай піседі. Піскеннен кейін осылай алып аламыз формадан, суытамыз. 2 бисквит пісірсеңіздер, екеуінде осылай пісіріп суытып қоясыздар. Енді бізге шоколадный крем жасаймыз. Бізге шоколад және сливки қажет болады. Сливкиді қыздырып аламыз да, оны жаңа шоколадқа құямыз. Қайнатпаймыз сливкиді, тек қыздырамыз. 2-3 минутқа қойып, осылай венчикпен соңынан бұлғаймыз да, тоңазытқышқа 1 түнге немесе 3-4 сағатқа салып қоямыз. Бізде шоколадтан кейін крем шығатын болады. Бетін пищевая пленкамен жабамыз. Енді бисквиттеріміз суығаннан кейін орап, оларды да тоңазытқышқа салып қоямыз. Бізге салмасына карамельге банан, қант және де клейгей және сары май қажет болады. Ең бірінші қантымызды осындай ковшикке ертіп аламыз жай отта. Жан-жағы ери бастағанда жаңа сливкиімізді де кішкене ысытып отырамыз параллельно. Жан-жағы ери бастағанда осылай қанттың еруіне көмектесеміз, бұлғамаймыз, тиіспейміз, тек осылай көмектесеміз. Соңынан осылай лопаткамен немесе ағаш қасықпен бұлғаймыз. Үстіне сливкиді, клейгейді құямыз, бұлғап отырамыз. Пісіп қалмаңыз, абайлап бұлғаңыз. Себебі мұнда бұл ыстық болады, осылай көпіріп қайнайды. Бұл біздің карамель. Одан кейін бөлме температурасына сары майды салып, тағы да кішкене бұлғаймыз. Сары майымыз еру қажет.
Неге сармаймыз ерді осындай болып. Енді бұның үстіне туралған банандарымызды саламыз. Бананды өте жіңішке қылмаймыз, себебі пюре болып езіліп кетуі мүмкін. Бананды салып 5 минуттай кішкене жай отта қайнатып аламыз. Осылай кішкене кейін 5 минуттан кейін тек өшіре салып суытамыз комнатный температурада. Бисквиттерді осылай бөліп алдым. Бір бисквитті екіге бөлдім, сонда менде 4 корж шықты. Шапкасын алып тастадым, кесіп. Енді манағы біздің дайындап қойған ганаш кремімізді миксердің жылдамдығымен соға бастаймыз. Осындай қою болғанда креміміз дайын деген сөз. Көп соқпаңыздар, әйтпесе іріп кетуі мүмкін. Осындай крем шығады. Менде осындай кольцоға жинадым. Ішіне ацетатный пленка жаптым. Енді бірінші коржды салып, үстіне жаңа карамельдегі бананды салдым. Үстіне крем жағамыз. Біркелкі қылып барлық жеріне жететіндей қылып жағып шығамыз. Әр коржды осылай қайталап шығамыз. Корж, банан, крем, сосын тағы да корж, банан, крем. Ең соңында соңғы коржымызды саламыз да, оны тоңазытқышқа қойып қоямыз. 4-5 сағатқа. Немесе бір түнге қойсаңыздар да болады. Мінекей, соңғы коржын жаптық. Енді тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан алып, жайлап кольцосы шешіп аламыз да, пленкасын алып аламыз. Мен сыртын ештеңемен әлемедім. Қаласаңыздар сыртына жаңағы любой сырный креммен қаптасаңыздар болады. Разрезі осындай. Өте дәмді кремі біркелкі. Бананды жақсы көрсеңіз молырақ салуларыңызға болады. Менде бұл жерде тек начинкасына 4 банан қолдандым. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көп рецепттер болады.